Бауыр ағза ретінде де, адам ретінде де қадірлі. Екеуіне де өте жақсы қарауымыз қажет. Адам ағзасындағы ең үлкен әрі маңызды рөл атқаратын мүше ол бауыр. Бауыр біздің өміріміз үшін жұмыс жасайды. Бауырдың саулығы бет бейнеміздің айнасы. Бауырыңыз сау болса, басқа ағзаларыңыз үшін қам жемесеңіз де болады. Бауыр шылаққа толса, май басады. Әлсіздік билейді, бой күйіздікке бой алдырасыз, семіздік мазалайды, тері сұлулығын жоғалтады, көзіңіз қарауытады. Сондықтан бауырдың саулығын сақтап, дұрыс жұмыс істеуін қадағалап, уақытында тазартып тұру керек. Бауырды түрлі әдіспен жуып тазартуға болады, ал біз қарапайым сусындармен жуу әдісін ұсынамыз. Сәбіз шырыны тамаша таңдау. Сәбізді шикідей жесеңіз де, шикі сәбіздің шырынын дайындап ішсеңіз де, көмегі орасан. Егер сәбіз шырынына саумалдық шырынын араластырып ішсеңіз, бауырыңызды жаңа қалпына келтіре аласыз. Көктен дайындалған сусын. Көктерге 40 қабат саумалдық, қызылша сабағы, салат жапырағы, аскөк пен ақ желкен жатады. Осы көкөністерден салат дайындап жесеңіз болады. Ал бірақ сусын әзірлеп ішсеңіз, бүкіл ағзаңыздың жұмысын жақсартады, бауырды тазалайды, емдейді, әрі саулығын ұзақ уақытқа сақтайды. Көк шай. Сіз бүкіл ағзаңызды улы заттан тазартып, зат алмасу жұмысын жандандырғыңыз келсе, алысқа көз тікпеңіз. Ас үйіңіздегі көк шай сіздің арманыңызды әп-сәтте орындайды. Көк шай улы заттарды жоятын антиоксидантқа бай. Бұл сусын майды ерітеді, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Ол үшін күніне бірнеше шыны қантсыз көк шай ішуді әдетке айналдырғаныңыз жөн. Ем кезінде кофе, қара шай, газдалған сусыннан үзілді-кесілді бас тартыңыз. Куркума шайы. Куркума ас үйден орын алатын дәмдеуіш. Сонымен қатар бауырдың саулығын жақсартатын қолжетімді дәрі. Таза, тегіс, жаңа, жас теріге ие болғыңыз келсе, бауырыңызды тазартыңыз. Ол үшін куркумадан шай әзірлеңіз. Дайындау әдісі қарапайым. 1 шай қасық ұнтақты 1 литр қайнаған суға салып, 10 минуттай баяу отта қайнатасыз. Оған аздап лимон шырыны мен қара бұрыш араластырасыз. Цитрусты жеміс шырыны. С дәрумені мен антиоксидантқа бай цитрусты жемістер бауырды тез әрі тиянақты тазалайтын қасиетке ие. Сондықтан да бұл жемістерді жиі жеңіз. Лимон, апельсин, лайм сынды жемістердің ас мәзіріңізден түспеуін қадағалаңыз. Дүкендегі дайын шырынды алмаңыз. Оның орнына өзіңіз үйде арнайы аппараттың көмегімен ұнтақтаған жемістен шырын дайындаңыз. Ең тиімдісі әрі пайдалысы лимон шырыны екенін ескеріңіз. Қызылша шырыны бауырдың айнымас досы десек артық айтпаймыз. Ол қан айналымын жақсартады, қанды тазалайды. Нәтижесінде бауырдың жұмысын жеңілдетіп, артық шлактан арылтады. Егер қызылша шырынын сәбіз, лимон, зімбір немесе қарбыз шырындарымен араластырып ішсеңіз, барлық ағзаңызды аурудан сақтап, жалпы саулығыңыз жақсара түседі. Ұсынылған сусынды күніне 3 рет 200 граммнан ішесіз. Емді 1 ай бойы үзбей жалғастырыңыз. Бауырыңыз ауырып жүрсе, алма шырынын, банан, авокадо, сұлы және гүлді 40 қабатты көбірек жеңіз. Құрметті көрермен, бүгінгі ұсынылған ақпарат сіз үшін пайдалы болса, каналға жазылып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздің болмашыған әрекетіңіз бізді одан сайын шабыттандырады.